Мен айткан чат-ботко тиркелүү үчүн Google'га Chat Place деп жазамыз. Осы логотип боюнча силтемеге киремиз. Накты осы логотип болуу керек. Агылшын тилинде чыкса, мына үстүнгү жагында, оң жак үстүндө тилди ауыстырып алууга болот. Орус тилине ауыстырып алабыз, аударып. Попробовать бесплатно басамыз. Өзүбүздүн аккаунтубуз менен тиркелип алабыз. Mail.ru почта менен тиркелүүгө болот. Немесе өзүбүздүн аккаунтубуз менен де тиркелүүгө болот. Міне чат-ботко тиркелдик. Карап отурсаңыздар, асты жагында міне Instagram аккаунтуңузду жалгоого болот, Telegram'ды жалгоого болот. Сол жак үстүндө міне ChatGPT жасанды интеллекти аркылуу да курууга да болот. Бизге негизинде 7 күн тегин береді. Содан кейін Pro версиясын, Pro планын аламыз. Тарифин карасаңыз, айына $15. Кымбат эмес, жакшы. Міне көрүп отурсаңыздар, жасанды интеллектти коссаңыздар $25. Жасанды интеллект болгондо неме ChatGPT өзү автоматически кез келген суракка жооп берет го. Так, биз Instagram'ыбызды жалгап коябыз. Мен основном Instagram'ды жалгайм. Так, с помощью Instagram деп тандап алабыз. Мына жерде силердин Instagram'дарыңыздын логин паролун сурайды. Менде міне жалгантыр, сол үчүн бул жерде сурап турган жок менде. Өзүңүздүн логин паролдарыңызды бересиз де, жалгайсыз. Міне менде өзүмде казыр жумуш жасап отурган осы Chat Place чат-боту казыр менде 4 түрү косулуптур, 4 конверсия дейт го эмне. Мына жактында сол жагын карасаңыздар, баарлыгы бар ичинде, даже сабагына дейин бар. Міне курс деп бассаңыз, толук калай жумуш жасау керек, калай оны тиркелесиз, чат-ботту калай косамыз, баарлык орус тилинде сабагы бар негизинде. Көргүлөрүңүз келсе, энди мен өзүм калай жумуш жасап отурум, сону көрсөтөйүн, бир түрүн. Міне канчама клиенттер жазган, мага кликти басып, мен бир түрүн көрсөтөйүн. Бунда өзүбүз курамыз, міне осунун баарлыгын жазамыз. Мына жерден текшерүү батырмасын басылат. Баарлыгы бири-бири менен байланышкан, Муну калай жасайбыз, азыр көрсөтөмүн. Міне клиент силерге жазат, текшерүү батырмасын, тиркелүү батырмасын бас деп өзү клиентке сунуш берип сүйлөшө берет. Мына жерде ключевое слово го, триггер, запуска. Карап отурсаңыз, комментарий директке жазат и кандай плюс батырмасын бас десе, бирден чат-боттон сообщение кетет сол кисиге, плюс батырмасын басса. Энди калай жумуш жасайбыз? Міне карап отурсаңыздар, создатьты басамыз биринчи. Биз дайын шаблон менен жумуш жасайбыз. По готовому шаблону тандап алабыз. Осы жерде бизге проверка подписки в Instagram деген тандап алабыз. Сол өткөнү бунда биринчи бизге подписка жасайт, содан кийин ары карай керек затын ала берет. Мына жерде аккаунтубузду текшеремиз. Бир нече аккаунтту косуп койгонго да болот. Міне тандап алдык дайын шаблонду. Бунда міне дайын тур. Карасаңыздар, орус тилинде дайын шаблон, Азыр өзүбүзгө осунун баарлыгын өзгөртөбүз. Так, мына жерде бизге мына жерде сурет кереги жок. Үстүн бассаңыздар, міне корзина чыгат, удалить этип тастайбыз. Бул жерде дайын, мисалы, сизге плюс батырмасын баскан кезде биринчи кететін сообщение, өчүрүп тастайбыз. Менде дайын сообщение бар. Ана алдыңгыдан копировать этип вставить этип салууга болот. Алдында өзүм жазган сообщенияларымды копировать, вставить этип салам, жазып отурмак үчүн. Жок, бул эмес азыр. Бүгүн косканмын, міне 101
клиент жазыпты, иә. Так, осыны көшіріп аламын. Сәлеметсіз бе, парақшама қош келдіңіз деген сөз, иә. Керемет жақсы жұмыс жасайды осы чат-бот. Алдында мини-чат деген болды, ол ұнамады, осы чат-плейстің жұмысы ұнады маған. Так, осы жерге вставить етеміз. Енді мына жерде тексеру деген сөзге өзгертеміз. Өшіп тастаймыз да. Тексеру деп жазамыз. Үлкен әріппен жазып қойсаңыздар жақсы болады. Жақта ештеңе өзгертпейміз, керек жоқ, тұра берсін. Болды. Мына жер барлығы тұрады. Асты жағында міне мынаны открепить етіп тастаймыз. Керек жоқ бұл. Корзинаны басып, міне. Так, жалғанып тұрған алып тастадық. Так, мына ештеңе өзгертпейміз. Жерде, так, міне көрдіңіздер ме? Осының барлығы тұрады. И астын өзгертеміз. Ол кісіде бізге тіркелді ме, тіркелген жоқ па? Тіркелмесе, ол кісіге автоматически сообщение кетеді. Міне. Осы жерде де өзгертеміз. Сіз маған әлі тіркелмепсіз. Тіркеліп алыңыз, тіркелсеңіз керемет сабақ көресіз деп сондай қызықтыратын сөйлемдерді жазып қоюға болады, сөздерді. Сіздің маған келгеніңізді көрмей тұрмын деп жазып қояйық. Так, болды. Мына жерде тіркелдім немесе тексеру деп жаза саламыз, өзгертіп. Так, тексеру деп жазайық, немесе тіркелдім жарайды. Өзіңіз білесіз енді. Мына жерде көрдіңіздер ме, тіркелгеннен кейін автоматты түрде үстіндегі сообщениеге лақтырады, иә. Мүлдем тіркелмейтін адамдар болады. Ол кісіге қайттан сообщение кетеді. Болады ғой, тіркелмейді, бірақ сабақты көргілері келетін. Ол кісілерге сабақ қол жетімсіз болады тіркелмесе. Тіркелсе ғана керекті материал жіберіледі ол кісіге. Жазып болдық. Енді үстіне барамыз. Тіркелгеннен кейін міне осы жердегі сообщение кетеді барлығына, тіркелген адамдарға. Тағы да көшіріп алайық мына жақтан, жазып отырмас үшін. Не көріп тұрсаңыздар, менде барлығы жазылып тұр мұнда. Жерден көшіріп аламыз. И ставить етеміз. Мына орысша сөйлемдерді өшіп тастап, ставить етейік. Болды, дайын. Керемет, жарайсыз деп. Енді мына жерде қараңыздар. Бұл жерде кез келген Telegram ссылкасы, YouTube ссылкасы, WhatsApp ссылкасы, кез келген ссылканы қоюға болады. И сабақ болса, сабақты көремін деп, мысалы сөйтіп, немесе чатқа қосыламын деп. Солай жазып өзгертуге болады. Басқа ештеңені өзгертпейсіздер. Барлығы қалады осылайынан. Тек ссылканы ғана өзгертесіздер. И содан кейін сабақты көріп болғаннан кейін бұл жерде мысалы қанша уақыттан кейін тағы да сообщение кету керек. Осы жерде міне действие деген таңдап аласыздар. Задержка болу керек, сабақты көруге задержка. Мысалы менде ютубтағы сабағым 10 минут. Где-то 8-де бірдеңке, сол 8 минут асады, сол 10 минут көлемінде көріп болғаннан кейін ол кісіге тағы да сообщение кету керек. Осы жерден қосуға болады, немесе мына жақтан копировать ете салуға да болады. Так, өзіміз жазып жатпау үшін жарайды, бұны өшіріп тастайық. Мынаны копировать етіп алуға болады. Міне, копировать деген бар. И соны аламыз да мына жаққа апарамыз.
Бұл жерде текстін тоже өзгертесіздер өздеріңізге байланысты. И екеуін жалғаймыз. Мен үстінен басып, ссылканы осы сообщениеға жалғап қоямыз. Бір-біріне жалғанып тұру керек міндетті түрде. И мына жерге ссылка, ол кісі сабақты көргеннен кейін мүмкін ол WhatsApp-қа түседі, немесе ана оплата, счет оплаты болады, соның барлығын кез келген ссылканы қоя бересіздер. Міне өстіп жазамыз. И бізде триггер сөзі болу керек, триггер ключевое слово. Мысалы мен бүгінгі қосқан немде менде 8 деген сан болды. Несколько триггера деп қойыңыздар, өйткені комментарий, директке жазу мүмкін. Так, определенно сообщение дейміз. Мысалы 9 санын жібер. Сол кезде осындай ақпарат аласың деген сияқты. 9 деп жазып қояйық. Тағы да тексере салайық, сақталды ма? Сақталып тұр. Осылай міне чат-ботты құрамыз. И артқа барамыз. Болды, міне жасыл жанып тұрса қосылып тұр деген сөз. Қосылмаса 3 нүктені басып қосамыз. Жасап көріңіздер.